Сәлем, әлем, қош келдіңіздер Реалти Шымкент парақшасына. Қараңыздар, не деген тамаша райт стильді жап-жаңа үйіміз тұран мөлтек ауданында обзор жасалынып жатыр. Қараңыздар, бұл үйде 3 бірдей террасы, 1 террасы, 2 террасы. Үйіміз 2 қыштан қаланған. Ауламыз полностью мінеке көгалдандырылған, әдемі елкалар егілген. Мынау тағы да бір террасамыз, ас бөлмеден де қолдан шығып кететін. Осында қараңыздаршы, керемет ауданның бірінде құстар сайрап тұрған өте тамаша тып-тыныш ауданның бірі болып саналады. Бұл бізде тұран мөлтек ауданы 10 соттық жер, мінеке автополив. Мынау жаңағы ас бөлмеден шығатын терраса болса, мынау холдан шығатын терраса. Қазір іштің бәрін көретін боламыз. Барлық жерде освещениесінің бәрі жүргізілген. Мынау артқы ауламызға келетін болсақ, баударақтың бәрі егіліп қойған. Осында өздеріне арнап салынған үйді обзор жасап жатырмыз. Қараңыздар, өте кең жеріміз, артында да, алдында да территория бар. Мынау котельная, жазғы санторап, ал мынау үлкен осындай арқадағы хозпостройкамыз. Енді мынаның бәрі бау-бақша. Ертең жеміс ағаш дайын егіліп қойылған. Енді кеттік үйіміздің ішін бірге обзор жасайық. Ал бисмиллах деп үйіміздің ішін обзор жасайтын болсақ, мінеке қараңыздар, мына бір терраса. Сол қанатымызда, оң қанатымызда тағы бір терраса. Барлық жерде освещениенің бәрі жүргізілген. Үй өте добротный салынған үйіміз. Мына қараңыздар, не деген тамаша проект. Кірген кезімізде бұл үйде 3 бірдей санторап. Мынау бірінші санторап. Бұл жерде де төбе биіктіктері қараңыздар, үйіміздің 4 метрді құрайды. Керемет бар жерде инсталляция, осындай груи сантехникалардың бәрі орнатылған. Тереземіздің бәрі мультикамерный, пятикамерный. И және кафель, барлық жерде теплый пол. Әрбір көрерменіме Аллахым осындай үй бұйырсын. Мынау біздің теплый пол, ламинат. Мына бірінші жатын бөлмеміз болып саналады. Үй егелерінің осындай тамаша кең жатын бөлмесі, терезесі үлкен аулаға қарайды, кондиционер, барлық подсветкалардың бәрі орнатылған, дайын, прям до мелочей бәрін жоспарлап жасалынған ремонт. Мынау біздің екінші жатын бөлме, ал қарама-қарсында өте кең ас бөлме. Мына жердің бәрінде мысалы жиһаз встроенный болатын болса, мынау островоктың орны, осындай кең стул-стулья қойып, былайынан террасаға шығып кетесіздер. Қараңыздаршы, өте үлкен террасасымен біздің бұл ас бөлмеміз болып саналады. Ас бөлмеден ары қарай шығып кететін болсақ, мынау жаңа айтқандағыдай бір жатын бөлме. Ал мынау қараңыздар, не деген керемет холл бөлмесі. Осындай евро стильді үй, өте үлкен панорамный терезесі, есігіміз тоже террасаға қарайтын, және де плавно ары қарай қараңыздаршы зал бөлмесіне қосылып кеткен. Бұл залымызда да үлкен панорамный терезе үйімізге жарық, көрік беретін. Мына жерге елестетіңіздер, 2 люстра қойсаңыз, не деген жарқыраған, қонағыңызды, кез келген құдаңызды күтіп жүретін тамаша залыңыз болады. Мынау біздің жаңағы коридорымыз. Осында керемет уникальды проектісімен үйіміз обзор жасалынуда. Бұл жоғарыдағы бір жатын бөлмеміз. Өзінің мына жерде гардеробныйға орын қарастырылған, қараңыздар. Ал мынау біздің осы бөлмеге арналған өте үлкен санторап. Мына жерге душ қойсаңыздар да болады, болмаса ванная қойсаңыздар, мінеке бар жерде инсталляция. Ал сонымен қатар тағы да бір жатын бөлмеміз өзінің жеке санторапымен. Мынау уже 3-ші жатын бөлмеміз. Қараңыздар, барлық бөлмеде күн түседі, терезелерінің бәрі үлкен, кең. Жаңа қайталайтындай өте биік жоғарғы талғамен салынған үйімізді обзор жасаудамыз. Бұл өзінің осы ұл балдар, қыз балдарға арналған үлкен
тоже бір жатын бөлмеміз. Ал сонымен қатар қараңыздар, кірген кезде холл, зал, жатын бөлме, және де мінекей теплый пол, коридор, мынау ас бөлме, мына жерде тағы бір жатын бөлме, мынау біздің жаңағы үй егелерінің бөлмесі, и мынау жаңа сырттағы керемет коридорымыз. Қараңыздар, не деген кең коридор. Осы коридордан ары қарай уже гостевой санузел, сонымен қатар толық обзор бітті. Тұран мөлтек ауданында орналасқан үйіміз. Бұйырсын барша үй іздеп жүрген достарыңызға осы сілтемені жіберіп қойсаңыздар ұтылмайсыздар. Қасымызда Абылай хан көшесі, және де артымызда 79-ші мектеп, жан жағымызда ЦОН, инфрақұрылымы қатты дамып келе жатқан ауданның бірі. Всеми любимый район Тұран мөлтек ауданына қош келдіңіздер.